осы жасқа келіп, осы сіздердің алдарыңызда отырғаным сол әруақтың арқасы. Көп нәрсеге жақсылыққа қарай итереді. Тіптен өзім осы актер қауымын жек көретінмін. Ұнамайды маған. Бала кезімізде сол ауылға баратын, сол бір-бірімен ішіп төбелесіп сөйтіп қайтады. Сонда осыларда адам ба деп өзім есептейтінмін. Сол болу керек. Сол қаламайтын оқуға әкеп тіреді қояды. Соны енді қазір мен келіп отырмын. Оны атпай келіп, сүйіп кетіп бара жатырмыз. Тағдыр. Кейде бір тағдыр деп, тағы да бір нәрсе деп кино түсіріп атады. Мынау өтірік нәрсеге менің жаным қас. Менің мектебім Станиславскийдің мектебі. Шындық. Сахнадағы шындық. Осыған ештеңе жетпейді. Қазір әртүрлі бұлай жасайды, секіреді, тулайды біразы. Оның бар әшейін бер жақ. Ал нағыз өнер сахнадағы шындық, экрандағы шындық. Осы мынау қазір сериалдар түсіріп атады, шындық жоқ. Өмір бар, өнер жоқ. Өмірдің бәрі өнер емес. Өмірден өнер жасау керек. Өнер. Өмірде бәрі бола береді. Балшық болады, туалет болады, тағы нәрсе болады, танау. Оның бәрін пастель болады. Мен осы киноның заңы шайын деп жатыр. Сонда осы үлкен жиналыста айттым. Мынау шығыс киносында мынау төсек. Сосын аузын сорып сүю. Осындайдың бәріне запрет беру керек, заңменен. Не ол? Өнер ма? Ол өмір. Қызды айналдырасың. Бұл өнер. Бүкіл талантың жеткенше қызға подход жаса. Сосын оны алып келіп пастельге әкелесің. Бұл өмір. Пастельден кейінгі жиркеніш, рахат, бұл өнер. Бізде екі шетін қырқып тастайды да ортасын сүреді. Бездаршина деген осыдан басты. Анау қызық сияқты. Соған халық келеді деп